Қадыр Мырзәлі 1935 жылы Батыс Қазақстанда дүниеге келіп, 2011 жылы өмірден озды. Қазақтың көрнекті ақыны, ойшыл, табиғатты жанынан серік еткен тұлға. Қадыр Мырзәлі «Қызыл кітап» атты поэмасын 1980 жылы жазды. Бұл поэмада ақын табиғатты, жан-жануарларды қорғау мәселесін көтеріп, адамзаттың экологиялық жауапкершілігіне назар аударды. Ақын осы арқылы табиғат пен тіршілікті сақтаудың маңыздылығын көркем тілмен жеткізді. Қызыл кітап жойылып кетуі қауіп бар өсімдіктер мен жануарларды қорғау үшін жасалған маңызды құжат. Табиғатты сақтау әр адамның борышы екенін мойындататын шығарма. Қызыл кітап үнсіз табиғаттың дауысы. Қадыр Мырзәлі сол өмірге құлап көрген ақын. Ал біз табиғатты қорғау міндетті ұрпақпыз. Табиғатты сүй, қызыл кітапты құрметтей келе, әрбір кітап оқырмандарында Қадыр Мырзәлі атамыздың «Қызыл кітап» атты туындысын оқуға шақырамын. Кітаппен дос болайық, жас ұрпақ.